Сәлеметсіздер ме, құрметті JM арнасының көрермендері. JM арнасының тілшісі мен Еслибаева Жанель. JM арнасының әрбір бала бір жұлдыз айдарында Шахмаматов Мұрат өзінің үлкен жеңісімен бізге келіп отыр. Сізді жеңісіңізбен құттықтаймыз. Сізге бір-екі сауал қойып жіберсек. Жеңіске жету қаншалықты қиын болды? Мен үшін жеңіске жету үшін өте қиын болды деп ойлаймын. Өйткені мен сол үшін үлкен еңбек істедім. Яғни мұғаліммен көптеген эсселер жазып, көптеген кітаптар оқыдым. Жеңіске жету үшін қандай іс-әрекеттер жасадыңыз? Яғни айтқанымдай, түрлі мақал-мәтелдер жаттап, және афоризмдер жаттадым, және көптеген тақырыптар бойынша кітап оқыдым. Ең бастысы ойымды білдіруді үйрендім. Осы жарысқа қатысар алдын қобалжу сезімі болды ма? Иә, қобалжу сезімі болды. Өйткені орын алмасам мектебімнің абыройын көтере алмайын деген ой болды, яғни сондай қорқыныш болды. Жеңісіңізді кімдерге арнайсыз? Мен жеңісімді менің мұғаліміме, яғни Роза Қалдыбекқызына арнаймын. Өйткені мені сонша уақыт бойы дайындап, үлкен еңбегін үлесін мен дайындығыма қосты. Осындай сайыстарға қатысуға, үлгі алуға оқушыларға қандай кеңес бересіз? Ең бірінші, яғни және ең пайдалы беретін кеңесім бұл қобалжымау керек. Өйткені көптеген жағдайларда адам қобалжығанда бәрін білдіреді деп ойлаймын. Біздің студиямызға осындай жеңістеріңізбен келіпсіз. Таныстырып өте аласыз ба? Иә, әрине. Біріншіден, бұл маған Жамбыл облысының әкімінен берілген хат. Яғни Ерболат Карашукеевтің маған деген хаты деуге болады. Яғни маған бұл хатта республикалық олимпиадада жеңіс тілеген. Осы дипломды 10-шы сыныпта, яғни олимпиаданың аудандық кезеңінде жеңіп алған. Бірінші орынға ие болған. Ал осы диплом 9-шы сыныпта тағы сол олимпиаданың аудан кезеңінде бірінші орынға ие болған. Ал мынау диплом ең маңызды деп ойлаймын. Өйткені бұл 10-шы сыныпта яғни қатысып, республикаға дейін жетіп, 2-ші орын алған, жүлделі орын алған дипломы. Ал мынау дипломдар, яғни мысалы мынау бірі 10-шы сыныпта тағы облыстық кезеңде қатысып, сол 2-ші орын алған дипломы. Және бұл оған берілген медаль. Өзіңіздің сертификатыңызды таныстырып өтсеңіз? Иә, бұл яғни 10-шы сыныпта барғаным және республикалық олимпиадаға қатыстым деген сертификат. Сұхбатыңызға рахмет. Гимназиямыздың абыройын асқақтата беріңіз. Сіздермен бірге Еслибаева Жанель. Сау болыңыздар.